Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Королевский торт дайындаймыз. Қажетті ингредиенттерді төменде қалдырамын. Жұмыртқамыздың сары уызы мен ақ уызын бөліп аламыз. Сары уызымызға 80 грамм қантымызды салып, миксерлейміз. Сұйық майымызды құямыз, араластырамыз. Енді ақ уызымызға шым-шым тұз салып, ақырын жылдамдықпен миксерлейміз. Бірден қатты жылдамдықпен миксерлеуге болмайды, әр минут сайын жылдамдығын өсіріп отырамыз. 80 грамм қантты 4-5 рет бөліп отырып, ақ уызға салып, әппақ өзінің формасын ұстап тұратындай меренге дайындаймыз. Енді құрғақ ингредиенттерді дайындаймыз. Ұнымызға кукурузный крахмал, рыхлитель салып араластырамыз. Сары уызымызды ақ уызымызға қосып, силиконды лопатканың көмегімен ақырын араластырамыз. Осы процесс бисквиттің жақсы көтеріліп, жақсы пісуіне әсер етеді. Ұнымызды 2-3-ке бөліп араластырамыз. Ұнымызды араластырған кезде арасында комок қалмайтындай етіп араластыру керек. Астынан үстіне қарай араластырамыз. Ыстық қайнаған 3 ас қасық су құямыз. Бисквитіміздің қамыры дайын болды. Дайын болған қамырымызды теңдей етіп 3 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігіне мак, бір бөлігіне грек жаңғағын ұсақтап турап саламыз. Тағы бір бөлігіне какао қосып, барлығын араластырамыз.
Енді 22 диаметрдегі кольцомызға фольга қағазын төсеп, тестамызды құйып, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-30 минут пісіріп аламыз. Өз пештеріңізге қарай тексеріп тұрыңыздар, бірақ қайта-қайта ашпаңыздар. Бисквит піскен соң басылып қалуы мүмкін. Піскенін шпажка тығып тексеріп көріңіздер. Торттың арасына жағатын крем дайындаймыз. Творожный сыр және сахарная пудра екеуін миксерлейміз. Үстіне сливки құйып, тағы бір шайқап аламыз. Үстіне ерітілген ақ шоколадты құйып, жақсылап миксерлеп аламыз. Көп миксерлеуге болмайды, крем іріп кетуі мүмкін. Крем дайын. Бисквиттеріміз пісіп шықты, енді тортты жинаймыз. Подложкаға жылжып кетпеу үшін кішкене крем жағамыз. Ең астына грек жаңғағы қосылған бисквитті қоямыз. Крем жағып, тегістейміз. Торт тегіс шығу үшін міндетті түрде кольцо мен ацетатный пленка болуы керек. Екінші, шоколадный бисквитті қоямыз. Үшінші, мақ қосылған бисквитті қоямыз. Тортымыздың кремін жағып, жинап болған соң, міндетті түрде
Холодильникте ең аз дегені 8 сағат тұру керек. Тортымыздың шеттерін тегістеп, холодильникке қоямыз. Енді торттың сыртын қаптайтын крем дайындаймыз. Творожный сыр, қант, ұнтақ, бөлме температурасындағы еріп тұрған сары май, маргарин болмайды, барлығын бірге миксерлейміз. Крем дайын. Крем аппақ болу үшін диоксид титана қоссаңыздар болады. Кремді мешокқа салып, торттың сыртын қаптаймыз. Шпательдің көмегімен жұмыс жасаймыз. Тортымыз осылай тегіс болып шықты. Тортымыздың сыртын қаптап болған соң холодильникке 20 минутқа қойып аласыздар. Бетіне шоколадты ганаш құясыздар. 100 грамм шоколадқа 60 грамм сливкиді құйып ерітіп аласыздар. Өз қалауларыңыз бойынша әрлеуге болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар.